Полиция майор Асылбек Алмат. Учаскелік инспектор, капитансыз ба, лейтенантсыз ба? Мына оқушылар көріп тұрсыз ба? Мына кімнің сумкасы? Түсіп кеткен жоқ па ешкім? Кезекші прокурор не болып жатыр? Жиналыста? Қалалық прокурордың көмекшісі келіп тұр. Дамып кеткеніміз соншалықты лайда жүреміз. Мына жер тұсташ? Опа. Жылы ма? Жылы. Та, учаскелік инспектор. Кім келді, кім келмеді? Уағалейкум ассалам. Дәу ол. Күмәл болсын, аса құрмет қазағым, назарыңызда жан бол рахматулла. Кезекші. Кезекші, аты жөніңізді атаңызшы деймін. Кентау полиция кезекші бөлім, кезекші полиция лейтенант Сөнбаев. Сөнбаев? Амансыз, жан бол рахматулла, бейне және аудио жазылым жүруде. Маған тагна Сулпактың участковыйын осы районның сосын кезекші прокурорды коммуналды бөлімнен сосын кім керек бізге? ТЭЦ-тен адам жіберіңізші. Сосын технадзор жіберіңіз жол бөлімінің. Административ полиция, әкімшілік полиция. Келсін, бейне және аудио жазылым жүруде деп ескертіп қойыңыз. Көңіл болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызға жан бол рахматулла. Тағда көптен бері көріспей кеттік. Адамның өзінің шаруалары, өмірлік мәселелер дегендей қазір мынау біздің сүйікті Сулпак клиенттеріне керемет көзқарас, керемет ыңғайлылық жасап отқан. Бұған қыстан бері былтыр, яғни биылғы қаңтардан ба бастап түсірдім. Қанша рет жан жақтарыңды дұрыстаңдаршы деп. Балабиевке де айттым, Мақажановқа да айттым, ешқайсысы құлаққа сөз аспайды, сөз ұқпайды. Мынау жол ма, адам жүретін жол ма, көлік жүретін жол ма, түсінбеймін мен. Мынау адам жүретін жол, мынау емес. Мынау негіз жаңбырлары астына түспесін деп қойғандар ғой, білмеймін. Адам жүретін жолдан көріп тұрмыз бұлай машиналар жүріп отқан. Қазір келсін бәрі, сосын байланысқа шығатын боламыз, қазір күтеміз енді жаңағыларды. Мен енді әкімдіктен коммуналды бөліммен ТЭЦ шақырамайым дейді, жеке өзім шақырайын тағы да. Байланысқа шығамыз. Байланыстамыз, ең бірінші болып учаскелік инспекторсыз қой? Таныстыра беріңіз өзіңіз. Полиция капитаны Мұса. Руслан кім? Мұса, Медет Байдашұлы, 23 жылға дейін, номер 04-311. Жаныңыздағы? Полиция майор Асылбек Алмат. Сіз әкімшілік инспектор, әкімшілік полиция ғой, мен түсінуімше технадзорсыз ба или? Екеуіңіз ба? Жақсы, таныстырасаңыз. Қолыңызды аласаңыз, Асылбеков Алмат Абдуалиұлы, 01-732 номер 22 жылдың 04 айына дейін. Жақсы. Маған қазір коммуналды бөлімнен адам керек, құрылыс бөлімінен адам керек, ТЭЦ-тен адам керек. Сосын кезекші прокурор керек. Мына жолды анықтайықшы, мына жер жекеменшік жол ма, жекеменшік емес па? Сосын мынау жекеменшік жерде тұрма әлде, мемлекеттік жерде тұрма, мына жақтағы плитан бәрі жекелендіріп алған ба? Шақырып бересіз қой? Запроспен анықтайық па, кімнің жері екенін. Сон қазір кесінде планшет ойын, уақыт кетеді. Дәл қазір келіп мына жерде номер жазады кадастрдан, планшетімен көрінеді қай жерде кімдікі екенін, Технология дамыған заман, 15 күн күтіп оны запрос жасап. Коммуналды бөлім, құрылыс бөлімі, ТЭЦ. Ана жақта труба жарылыпты ТЭЦ, оны да шешіп кетейік. 14-ші мектепке жанынан кіретін жерде. Жалғыз кезде шеше. Естеріңізде ма, мына тротуарды мен қанша рет түсірдім ғой, бағана айтып өткем. Мынау кең жолды біздің менталитет түсінік, машина жолығып жүрген. Мынау арық жандағы лоток. Мынаны не, мемлекеттік жер ме әлде, жекеменшік жер ме? Түсінбедім, мына не, құрылыс болып жатыр ма, ана жақта Сулпак кеңейіп жатыр екен. Кеңейіп жатыр екен, как құрылысында өрескей заң бұзушылықтар бар, оны да анықтайтын боламыз. Қазір құрылыс бөлім мамандары келсін, мен де құрылысшы болмасам да енді
Ер болғаннан кейін түсінігім бар ол жағынан. Қазір бәрі жиналсын, байланысқа шығамыз. Тағы да кішкене уақыт өтті, ТЭЦ-тің мамандары келді. ТЭЦ қой? ЖЭО, я? 14-ші мектептің шетінен кіретін жерде құбыр жарылыпты да ыстық су атып қалып жатыр. Көрсетейін ба? Кеттік бірге барып қайтайық. Қазір енді ТЭЦ-тің мәселесі бойынша мен қаңтардан бері қақсап келе жатыр. Мына жақта кішкентай балалар жүреді, мына лаймен жүрмесін деп. Уағалейкум ассалам, дәу бол. Ау. Я. Шығарайын ба? Жақсы, 14-тің жігіттері. Ай, жарайсың. Мынаған қараш, басқа аяқ киіммен кетіп баратқан. Менде ондай жастағы көрермендер жоқ деп ойлағам, қуаныштымын кішкентай балалар белсенділікпен қызығып жатқандарына. Мына 14-ке кіре беріс. Мына жақтан бұл көрініп тұр ма? Көрініп тұр, камерадан білмеймін. Сіздердік ма мәселе? Мынаны алып тастайық. Жарылған ба, біреу ашып кеткен ба? Жарылған сияқты? Жарылған сияқты тұрып. Ешкім хабарласпады ма бұл мәселе бойынша? Диспетчер бар. Диспетчер, жаңа мен коммунал бөлімге хабарластым, солар айтты ғой. Мынаған кім жауап береді, аға айтыңызшы. Сіздер ма, коммунал бөлім ба? Негізі бізге доверительный управление берген ғой оларға. Негіз сіздер жауап беретін болып тұрсыздар ғой, а? Жақсы, мына жақта енді қолмен жаба салатын нәрсе емес болып тұр ма? Қамып қоямыз ғой. Жақсы. Мынау кім қазір? Абдрасилов Асхат па? Басшыларыңыз? Иә. Абдрасилов! Қайдасың? Мен жаңа шақырыш дедім ғой, сен неғып кимейсің, не? Биіктейсің ба, түсе алмайсың ба төменге? Лайда жүргің келмей ма? Қызмет атқарғың келмей ма? Мынау не? Мынау қазір камера арқылы жылу сезе алмайсыздар ғой, мен сезіп. Кеңші, ТЭЦ-тің қызметкері біреу. Аға, мынада ыстық су бар ма? Жоқ па айтыңызшы. Мына қазір қолым қайнатып күйіп баратыр. Келіп ұстап, мына жерде растаңызшы, бар ма? Жоқ па ыстық су? Бар. Мынада? Қайту бар. Бар, я? Бар. Жақсы. Міне. Мынау не? Мынау не? Даланы қыздырып жатырмыз ба? Тұрғындар ақша төлемейді дейсіңдер. Тұрғындарды қуалағанша, үйлеріне барып масқараларын шығарғанша, жылуларың жетпейді, неменеге төлейді? Не мынау? Не, кімнің жері мынау? Мына құрылыстың заттары неғып тұр? Мына құрылыс нормаларына сай ма, сай емес па? Лаймен. Мына жақта цемент араласпаған, мына лаймен қалаған. Көріп тұрмыз ғой түсін, я? Бәрі лаймен. Лаймен қаласа не болады деп құрылыстан хабары жоқ адамдар айта алатын шығар, бірақ жаңбыр немесе су басатын болса, ана ұстап тұрған ұстағыш раствор дейді ғой, соны ертіп жереді да, сосын сол құлайды. Сосын адамдар қаза болады, апат болады. Мынау жаңағы топырақтары цемент пен құмды үнемдеп, бір жерде қазып алып келіп үйісіп қойған. Мына үйге жабыстырып. Не мынау? Мен асфальт төсеңдер дедім, мен сендерге порода емес, Балабиев. Махажанс. Учаскелік инспектор. Кім келді, кім келмеді? Коммунальный өзіңіз звондадыңыз ба? Иә, ТЭЦ-ті шақырды, болды. Енді сіздерге мәселе бос жүрмес үшін. Мынау мемлекеттің жері, ешкімнің жері бола алмайды. Көлбаев, елбасы, Сейітмұратұлы ма кім мынаның есі? Иә. Соны тауып аласыздар, 505 бойынша айыппұл саласыздар.
ескерту емес, айыппұл. Білесіз қоя бапты. Ана топырақ бар, мынау бар, мына жеке меншік емес, бәрін бұзып тұр мына жерде. 505 немесе басқа бойынша қазір қандай шара қолданатыныңызды айтасыздар. Кет қалмаңыздар, я? Кезекші прокурор не болып жатыр? Жиналыста? Әлі ма? Ардақ. Кім фамилиясы прокурордың? Ардақтың. Абдрешев. Мына жақта жағдай болып жатыр, мүмкін жіберерсің. Мүмкін таңертең немесе күнді сөйлесерсің. Жіберші мұнда, күтіп тұрмыз біз. Немесе өзің кел, мен сенің өзіңнің жұмыс істеп жатқанын көрген жоқпын. Көрсетші қандай іскер адам екеніңді. Қазір енді учаскелік инспектор. Мына жер тұрақ па, тұрақ емес па, анықтай алмайсыздар сіздер, я? Технадзор. Технадзор қайда? Технадзор звондадым. Не дейді? Қанша уақыт өтті сіздердің келгендеріңізге? 1 сағат асты. Болды ма, болмады ма? 30 минуттан асты ма? Звондаңызшы технадзорға. Бүгін Есеке емес, басқа біреу жүр ғой, учаскелік инспектор. Есеке емес, басқа технадзоршы сияқты ғой бүгін. Жаңа кімді айтасың ба? Иә. Ол кезек жеткен. Герман не алып гайд. Технадзор. Қайда olsun? Анықтайықшы мына жерде тұрақ бар ма, жоқ па? Ана адам жүретін жолдан екі машиналар жүреді. Мен сен көзбе-көз сұрамасам, видеоларым көрмейтін, мен танымайтын адам сияқтысың ғой, я? Саламат сапа. Плиталар ма? Плиталар түсірдік. Қазір шара қолдандырамыз. Мемлекеттік жер жеке меншігінде қолданады, я? Мына тұрғындар өздерінің пікірлерін айтып кетіп жатыр. Мына жер жабық тұра ма, ашық тұра ма анықтаймыз қазір. Мына коммуналды бөлімнің қызметкері сияқты, я? Нұржан, өзің таныстырып өтші. Көрмегендер. Нұржан, коммуналдық бөлімнің сектор меңгерушісі. Жақсы, кет. ТЭЦ бойынша сіз ғой, я, Нұржан? Нұржан? Мына жер тұсташ? Опа. Жылы ма? Жылы, я? Мына жылу электр орталығыныкі, я? Алба жылба, я? Кім жауапты осыған? Сендер ма, ТЭЦ па? ТЭЦ па? Сендер олардың үстінен қарайтын бақылаушы орган емес, сендер ма, я? Кураторымыз өздері не жауап береді ғой? Біз қазір мына лайда жүрміз. 2021 жыл аяқталып жатыр. Өркениетті дамыған мемлекетпіз. Дамып кеткеніміз соншалықты лайда жүреміз. Балшық болып аяқ киімімізде бәрі. Мына оқушылар көріп тұрсыз ба? Не істеп жатырмын? Түсіріп жатырмын ғой сені. Сәлемді. Ай, жарайсың. Мына жолдар. Нұржан, сендерге қарайды ғой, коммуналды бөлімге? Мына жолдар. Үйлердің арасында, я? Не? Көп болды ма мына жерде? Тас жол болмай осындай ма өмірі? Осындай ма? Нұржан, ыңғайсыз емес па, інілерің естіп жүргені? Мына кімнің сумкасы? Түсіп кеткен жоқ па ешкім? Мына көп болды ма су ағып жатқан? Бергел ол былтыр да сөйтіп тұрған. Қойыңызшы. Йо. Проблема. Балалар ше бүйтіп шеңбер болып тұрады да. Құлап кетесіз дейді. Құдай сақтасын. Мына жер жол бойынша қалай, ризасыздар ма, риза емессіздер ма? Біз әрине мектепке күнде сабаққа барамыз, келеміз мына жер. Балшық болып Кейде коляскамен өтуге мәжбүр боламыз. Кішкентайларымыз істей алмайды. Иә, лай болмасын дейсіз ғой. Иә. Болды өзіңіз келген. Жақсы, рахмет сіздерге пікіріңіз білдіргеніңізге. Мынау қашаннан бері естің бе, Нұржан? Естім, өткен жылдан бері ғой. Мынан қараш, алба жылба біз даланы жылытып жатырмыз ба? Біз мақсат, ТЭЦ-тің мақсаты даланы жылыту ма? Тұрғындардың үйлеріне, тұрғын үйлерде, я? Мынау қазір енді тұрғындар жылытып жатыр ма, даланы ма? Бұл сұрақ былай ғой, ТЭЦ-ге адресовать етуге керек. Жоқ, енді мен шағымданып жатырмын ғой сізге ТЭЦ-тің үстінен, дұрыс па? Шағымдансаңыз. Енді сізге жазбаша ма, әлде осы ауызша қабылдана бере ма? Әлде міндетті түрде бюрократия қағаз толтырып отыру керекпін ба? Шағымыңыз бойынша не көреді?
запрос жасап көрейік, кентау Болды, мына жерде қанша, бірақ жерде емес, қанша жер ашық тұр, иә? Ұстап көрші, Нұржан. Ішінде жол бар ма, жоқ па? жол бар. Жол бар, иә? Даланы жылтып жатыр деген сөз ғой. ТЭЦ қазір бостан босқа ауаны, яғни даланы жылтып жатыр. Наңғара кеш болып жатыр, бәрі осы топырақлайды. Енді мына жол бойынша кім сіздерде? Мен ғой бәрі бойынша, мен бір өзім. Тал, Мен, жол, мен. ТЭЦ. Ауылшылық, иә, мына ауылшылық, ТЭЦ, мен. аулашылықке жатады ғой. Маман жоқ ол. Кім басшыларын? Бабай Көрлебек, Оның үстінен Искаков, Ғалымжан. Искаков Ғалымжан. Жоқ, Искаков, Қуаныш. Қуаныш, Ғалымжан деген ол Шөкеевтің адамы. Ал Искаков кім? Қуаныш Ғалымжанова. Искаков Қуаныш деген сатып алу бөлімінің басшысын Өмірзақтың Шөкеевтің осы жаққа отырғызып қойған, зам қылып отырғызған адамы бір әкімнің орынбасарын Арман Басаров дегенді шығартып жіберді, сосын өзінің досын отырғызып қойған ғой. Ай. Ақша қайда? Жемқорлар. Жемқор емессіңдер ма? Мен қаңтардан бері жүрмін ғой. Қаңтарда жарайды, айттыңдар. Қазір құрылыс сезон емес, анау емес, жолда асфальтты қалай қыста төсейміз дедіңдер. Көктем өтті, жаз өтті. Қазір қай ай бітіп жатыр? Қараша айы. Күздің соңы. Қысты жарайды, есептемейік. 3 ай көктем, 3 ай жаз, 3 ай күз өтті. Тоймадыңдар ма? Сендерге Шпекбаев керек болды ғана, қыстырып сендерді қысып алып ұстап тұрып, қыстыратын ақшаларын, кеңірдектерін басып тұрып. Қазіргісі жұмыс істеп жатқанын көрмедім әлі, Антикордың басшысын. Кетті ме онда? Ар жақта болам, шағым керек болса ар жақтамын. Мәселені шешіңіздер, жарай ма? Нұржан? Мен бір жын сияқты көрініп тұрған шығармын, бірақ жаман ашулымын бар ғой. Қарным ашиды. Білмеймін, мен сөзбен жеткізе алмаймын. Боқтайын десем боқтамашы дейсіздер. Боқтасам олар мен үстімнен тағы да арыз жазып жібереді. Бірақ шын мәнінде өздері сондай ғой, мен атайтын адамдай ғой. Жемқор деуге болмайды. Қотақ бас деуге болмайды. Не заман болып кетті? Соған лайықты болсаңдар, қалай атамайсыңдар? Ақты ақ, қаран қара дейміз ғой, неге ақиқатты қабылдамайсыңдар? Өздеріңе арнап заңдарды шығарып алғасыңдар да, сосын сөйтіп, сол заңды былай қалқан етіп пайдаланып жүресіңдер. Нан қараш, өз жерге келгелі не отқан. Көлбаев елбасы Сейтмұратұлы, Насулпактың нысанының ғимараттың иесі қайда? Ол кісіні шақырдық қой. Себеп? Сұраныс хатпен анықтаймыз. Егерде оның Учаскелік инспектор, капитансыз ба, лейтенантсыз ба? Мынау мемлекеттік жер, түсінесіз ба, түсінбейсіз ба? Мемлекеттік жер болса, Рахматова, ол жерге ертең арнайы шара көрілетін болады. Қаланың Ертең ба? Жоқ, анықтаймыз бірінші кімдікі екенін. Содан кейін егесін анықтап, оған арнайы шара көрілетін болады. Қаланың абаттандыру ережесін бұзғаны бойынша құрылыс жасалады. Жаңа мен ол бапты айтып қойдым. Сол бойынша шара. Мен естеріңде ма, Түркістанға бардым, де-фактоның алдына келдім. Сосын учаскелік инспектор шақырдым. Ол келді нақты анықтады, дәл сол орында. Сіз кемсіз ба Түркістандық инспекторден? Кімнің зат екенін анықтаймыз. Сіз шақырсаңыз? Қазір сонда Көлбаевтікі емес деп тұрсыз ба нау? Жоқ, білмеймін ғой мен. Елбасы Сейтмұратұлынікі емес деп тұрсыз ба? Білмеймін. Білмейсіз, иә? Бірақ мен сізге айтып тұрмын ғой соныкі екенін. Солқы болса, соған шара көріледі. Қанша уақыт кетеді оған, заң бойынша, бюрократия бойынша қанша уақыт анықтай аласыздар? Біздің полицияның күші қауқары қанша уақыт анықтайды екен? Кімдікі екенін қазір анықтаймыз. Қанша уақытта? Сізге нақты енді қанша уақытта анықтап беремін деп уәде. Жоқ, сағат па, күн ба, ай ма, апта ма, жыл ма? Сағат, жыл емес, апта емес даже. Бүгін анықтам болсын қазір. Анықтасам мен шара көремін. Қалай анықтайсыз соны? Қазір сұрастыру жұмыстарын жүргіземін. Егер де осы кісінің заты болатын болса, соған шара көрілетін болады. Жақсы. Енді ГАИ-ға сіз қазір маған бәрібір дей саласыз ғой. 102-ге звондап айттым, қазір келеді. Қазір мен күн батып жатыр, мына камера аппақ қып көрсетеді екен, жаңа камера алғам ғой, күшті екен. Бірақ қараңғы болып жатыр мына жақта. Қанша болды сағат?
Сағат 17:59. 6 болып жатыр, а? Қазір енді келгені құрылыс бөлімінің маманын шақырдым, технадзорды шақырдым, прокурордың көмекшісі немесе прокурор шақырдым. ТЭЦ келді, коммуналды бөлім келді, учаскелік инспектор келді, я? Қалған үшеу жоқ. Мен жүре берем, уақытым халқыма, қалама берем мен. Ау. Айтпайсыз ба, қосар жоқ па? Жақсы, онда қазір байланысқа шығатын боламыз. Мынау жаңағы плитаның иесі, мынау біздің инспекторлар. Жаңа камераны енді өшір байланысқа шығам дегенде сұрақ қойып жердім да, сіздік ма деп я деді. Енді қайда? Қайда кеттіңіз, инспектор? Участок полиция пунктіне. Себеп? Ана кісіден Енді Көлбаев елбасы Сейтмұратұлы плита менікі деді ма? Деді, я жаңа. Түсініктемен өш жерде аламайсыз. опорный пунктқа барайық. Мүмкіндігіңіз жоқ па бұл жерде алға? Мен сізге хаттамамен таныстырамын. Өш жерде болам мен. Қазір бұл кісі не деп жатыр да? Намаз оқып алайын дейді. Намаз оқып. Кеш қайырлы болсын дейміз ба, не дейміз? 18:24 я сағат. Сіз коммуналды бөлімнен жаңағы ТЭЦ-тің мамандары жасап жатыр ма енді жаңағы кесілген жерді? Жөнделіп жатыр. Алдағы уақытта қазір бір 30 минут болмаса. Мына жаққа жүр. Қаттырақ сөйлеп. 30-60 минут шамасында мәселе шешіледі дейсіз ғой. Шешілгенде уақытша шешіледі. Уақытша. Қазір кеш қараңғы, халықты жолсыз қалдыра алмаймыз мына суықта. Өшіру керек бола ма сонда? Өшіру керек болады, ауыстырылатын материалдар бар бұл жерде. Аха. Ол бойынша Кентау сервис мемлекеттік мекемесіне, коммуналдық мекемесіне хат жолданады, коммуналдық мекеме өзі жауап береді. ТЭЦ-тің қазіргі директоры ма, әлде директордың міндетін атқарушы ма Абдрасилов Асхат? Қазір осы Міндетін атқарушы ма? айының ортасынан бастап директор. Кәдімгі директор Абдрасилов Асхат қандай универсал адам, судың бастығы болды? Коммуналдың бөлімнің бастығы болды. Қандай универсал, бірақ сен де универсалсың ба, бәріне жауап бересің, е? Жақсы, енді оқушылар қашанғына Балтпақта кеш жүреді? Құдай қаласа 2022 жылға Кентау қаласы бойынша 33 ауланы жөндеу және абаттандыру жолында жоспарланған. Осы аулаларды жөндеп және балалар ойнайтын алаңшалар орнатылады. Ол 33 аула дегеніміз бір 180 шақты тұрғын үй. Қазіргі таңда қанша аула абаттандырылған толықтай? Қазіргі таңда биылға 7 аула ғана абаттандырылды. Биыл істелген. 21-де 7, 22-де 33 дейсіз ба? Араға шықтықты байқап тұрсыздар ма? Күштері жете ма, жетпей ма? Коммуналды бөлімнің. Неге биыл 7 ақ? 27 емес, 27 мен 33 айтылса енді сенуге болады. Қазір 7 мен 33, Енді бөлінген қаржыға байланысты бұл жерде. Кім бөледі сіздерге қаржыны? Сіздер толтырасыздар, я? Бізге осындай кентаулықтардан шағым түсіп жатыр, ауланы жолды жөндеу керек деп сіздерге шағым түседі. Ұсыныс түседі. Сосын сіздер кімге жолдайсыздар ары қарай? Бізге халықтың арыз өтініштеріне қарай біз облыстық неге жібереміз. Шөкеев қой сонда, я? Жоқ, облыс басқармаға жібереміз. Жоқ, облыс басқарманың басшысының басшысы Шөкеев қой. Шөкеев, айлығың 1.900.000 теңге. 1.900.000 теңгеге мына жерге асфальт салуға болатын бе? Мектепке дейін өш жерден бір 200 метр жерге. Шамамен білмейсіз ба? Шамамен білгенде ол асфальттың құру өземісі, бұл жерде таза олар тегістер жұмыстар бар. 1.900.000 теңге айлық алып отырып, біздің оқушыларды көрдіңіздер бағана қандай жағдайда жүргізіп жатқанын. Мына жерді қалай анықтаймыз? Машина жүруге бола ма, болмай ма? Қара, ар жағында оқушы келе жатыр. Көріп тұрсың ба? Көріп тұрмыз, кішкентай қыз келе жатыр. Дәл қасынан машина өтіп бара жатыр. Ондай мүмкін ба? Мүмкін емес па? Тротуар универсал болып кеткен ба, Абдрасилов Асхат сияқты? Машинада адамды жүргізетін болып? Ау. Негізі машина бөлек жолда жүреді, заң бойынша? Өзінің жолы болу керек. Мына жерде не көрдік жаңа? Бұл жерде машина көлік өтпеуінен толық білмеймін енді. Анықтай аласыз ба, кімнің құзырында бұл? Аула іші болса сіздікі емес па, я? Аула ішілік менікі, я. Қанша уақытта анықтап бересіз маған осыны?
соны бір жерде анықтап берейін. Балабиев Қайрат деген бар бізде. Облыста ғой, Кентаулық бірақ. Облыс бойынша ақша шешеді да. Дәл соның інісі Кентау бойынша да. Туған қалаларына жаны ашымай. Мен ойлайтын алдында Кентаулықтарды, Кентаулық емес, жалпы сол қаланың, сол ауылдың тумасын сол қала, сол ауылға әкім етіп, депутат ету керек деп. Енді мен қателестім, немесе мыналар мен ойлағандай адам емес болып тұр ғой. Аңғараш. Тротуар ма мынау Нұржан басып жатқаны? Сулпаққа кіру үшін тротуарды басып келе жатады. Адамды басып кетсе не болады? Сағат 18:35, дала мынандай тас қараңғы, сол үшін не қосамыз? Жарық. Мына қалалық прокурордың көмекшісі келіп тұр. Таныстырып өтсеңіз. Көзі түсірмей тұршы. Былай ма? Кезекші прокурор Атаметов Бахрам дейсіз. Иә, куәлігіңізді көрсетсеңіз, Бай. Көзге бірақ түссе шынымен ауырады. Түсін көре алмай тұрасың бірнеше секунд. Так, маған көрсетіңіз. Оның алдында бір көргенсіз оны. Жо, енді мен көрермендерге жаңадан таныстырып өтейін. Атаметов Бахрам Қадирханұлы, номер 943 куәлік, 2022 жылдың 12 айына дейін кітап. Суретте. Қысайсыз ба? Қысамайын ба? Суретте қысамайды. Бірақ жарайды. Алдында бір рет көрген болатынбыз, егер прокурор болмаған болса айтатын еді. Қазір енді учаскелік инспекторлер шақырайықшына мемлекеттік жерде неге мына жекеменшік плиталар тұрған жайлы. Учаскелік инспекторлер келді, жоқ болып кетті. Шақырдыңыз ба сіз оларды? Шақырдым, екеуі келді. Қазір хабарлама береміз. Олар келіп жұмыс жасау керек. На иесі намаз оқимын деп па бірдеңе депті, сосын қашан күтеміз? Намаз уақыттары бітіп кетті. Ол мәселе бойынша оны бұл жерде азанға дейін күту міндет емес қой. Соны айтып тұрмын ғой. Полиция хабарлама береміз. Полиция хабарламаны тіркейді, заңға сәйкес жұмыс жасайды. Жақсы. Белгіленген уақытта, егер ол заңсыз болса, бұл жерде заң бұзушылар орын алып жатса, онда 505 баппен таныссыз ба КОАП-тың? Шара көреді сол баппен. Әкімшілік құқық бұзушылықтың 505 бабымен таныссыз ба? Иә. Қағидаларын бұзу. Иә. Мынау менің көзімше, менің ойымша сондай болып тұр. Енді сіздің ойыңызша болса, соны анықтайық. Барлығын анықтау үшін полиция инспекторлеріне қазір полиция хабарлама береміз. Хабарламаны тіркейді. Жақсы. Сөйтеді полиция. Ол тіркеліп қойған, келіп қойған әлі де жоқ. Енді тіркеліп қойса, енді онда олар осыған байланысты жұмыс жасайды. Хабарласып біліп бере аласыз ба қазір, әлде мүмкін емес па сізде? Мүмкіншілігіңіз жоқ па? Жоқ, мүмкіншілік бар. Қазір звондап білеміз. Нұржан, осында боласың ба сен? Жақсы. Тәтіс бойынша шештік. Мына Сулпағың алдында тұрмын мен. Анау участковыйлар қайда бұл жерде? Жоқ, кетіп қалды. Қазір хабарласып, осы жерге жүреміз. Иә. Технадзор шақырған, мен технадзор келмей жатыр. Кімнің технадзор? Әкімшілік полицияның технадзоры. Қазір учаскелік полиция инспекторлері келіп, құжаттарды жинайды. Содан кейін егер сіз айтып отқан бағанағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 5-5 бабының несі заңбұзушылықтар орын алып жатса, ол қара көреді. Қанша уақытта? Ол заңмен белгіленген мерзім бар ғой, қарайды. Жоқ, сіз нақты білмейсіз ба? Соны нақты білмеймін деп жауап бересеңіз, заң демей. Дәл қазір сағат кешкі сағат 8-де 7-де оны мысалы қазір. Мен 6 болмай тұрып жұмыс уақытында осында келген болатынмын. Инспекторлер кесін қазір. Сіз осынша уақыт қаяқта болдыңыз айтпақшы? Мен прокуратурада болдым. Білем ғой, енді сізге хабарласты кезекші полиция. Хабарласты менде, бірақ менде арызданушылар бар, басқа бар. Жұмыс атқардым дейсіз ғой, жақсы. Жас баланың атын айтасыз ба? Камриде жүретін жігіттің. Ақ Камри 55-те. Прокурор. Прокурордың көмекшісі қазір мен сізге түрін көрсетейін, бір аптада хабарласам деді, қазір 1 ай 2 апта өтті. Ақ Камриде жүретін әріптестеріңіз білмейсіз ба? Жоқ, кім екенін айтсаңыз? Қазір мен сізге атын көрсетейін, түрін көрсетейін деген ғой. Мынаны танисыз ба? Иә, Нұрдәулет. Кім аты жөні толық? Нұрдәулет. Шақыра аламыз ба қазір? Не үшін? 1 аптада жауап беру керек болатын учаскелік инспектор бойынша. Шағыңыз бар ма ол бойынша? 1 аптада жауап бермеді деген? Иә. Прокуратура барып жазыңыз онда. Жазамыз ба? Иә.
ауызша қабылдамайсыздар ма? Осындай қала прокуратурасы мен жеткіземін қала прокурорына. Аха. Бір аптада жауап беремін деп айтқан. Иә. Бірақ сіз енді қазір бұл жерге не үшін шақыртамын мен? Сол бойынша сұрай салмаймыз ба? Мен оны шақырта алмаймын ғой оны. Оның өзінің жұмысы бар. Ол өзінің қызметке атқаратын лауазымына сәйкес нелер бар, бағыттар бар. Қанша уақыт оларда жұмыс уақыты бітіп кетті ғой 18:00-ге дейін ба негізі? Енді сіздің айтып жатқан мәселеңіз бойынша мен қала прокурорына айтамын, осындай қызметкер айтқан екен бір аптада жауап беремін деп. Жауап бермеді. Қандай мәселе дейтін болсаңыздар, таныс емес жағдаймен ана Ержанның фамилиясы кім еді? Абдуалиев. Алтынсарин 7-де талдарды кескен болатын, заңсыз екенін анықтадық, оны Жасылкент аумы айтты, коммуналды бөлім айтты. Сосын инспектор айыппұл салды ма, салмады ма? Инспектор хабарсыз кетті. Сол үшін прокурор шақырған болатын жаңағыдай кезекші прокурорды. Кезекші прокурор бір аптада хабарласам дейді, видеода бар. И содан кейін аумен Аллаху акбар. Ол бойынша енді жеке өзім баратын болып тұрмын ғой, қазір әріптес шақыруға мүмкіндік жоқ, немесе ниет жоқ болып тұрған сияқты. Ниет жоқ емес, мүмкіндігі жоқ, анықтайық. Жақсы, байланысқа шығамыз. Қазір біз учаскелік инспекторды күтейік. Жаңа сағат 17:59 болған. Содан бері 18:44. 50 минут өтті. 50 минутта намазды оқып болуға болады деген ойым бар. Егер дәретін алып оқып болады, негізі 50 минутта. Жақсы, байланысқа шығамыз. 18:49 барды ма намазын оқып болып сіздерге? Келмеді ма? Сіздер қаяқта тұратын білесіздер? Я? Келмесе жүре бересіздер ма? Келмеді деп? Жоқ, шақыртамыз. Қашан? Шақыртамыз, хаттама толтырылады, әкімшілік хаттама. Жоқ, сіз маған мерзімін айтыңыз, шақыртамыз. Понятие расширимое дейді ғой. Енді мынанша уақытта мен оны атып келемін деп айтамын ғой. Жоқ, үйім мына жерде тұр. Білеміз, Көлбаев елбасы Сейтмұратұлы екен білеміз, Сізді түсініп тұрмын. Если келмесе, мен оған как болады хаттама толтырып, үйіне немен жіберемін. Письмомен жіберемін. Қанша уақытта келмесе, нақтылап сөйлейік та. Бүгін келмесе, ертең мен уақытым бар, әкімшілік хаттама толтырамын. Если келсе өзіне қатысымы. Өзі бастап келмеген жағдайда немен толтырамдаған үйіне жіберемін. Сіз, мен жаңағы айтқандай менің ойымша деген мына жақта 505-ші бап қоя бұзылып тұрған. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің, я? Әлде одан басқа ма? Қаланы абаттандыру бұзып қойған, құрылыс заттарын. Енді 2 күн күтеміз ба сонда? Жоқ, 2 күн келмесе, жаңадай мен хаттама толтырамын да, оны үйіне күтіп жүрмеймін ба, оны күштеп апармайын қылмыскер емес. Аламын да үйіне жіберемін. Әкімшілік құқық бұзушылық қылмысқа жатпайды ғой сонда. Жоқ, оны күштеп апармаймын ғой, мен ол бойынша. Жоқ, сіз қазір шақырдыңыз ба? Шақырған жоқсыз ба 1 сағаттан бері? Шақырдым. Аха. Намазымды оқып алайын, сонымен жағдаймен келем деп. Бола ма олай? Егер қазір келмесе, ол ертең азанда шақыртады официально. Официально повесткамен шақырамын. Если оған келмесе, Жоқ, сон шақыру қағазымен шақырады. Шақыру қағазымен шақырады, түсініктемелерін алады. қанша уақыт келмесе ше тағы да шақырту қағазымен? Келмесе, оған уже шақыру қағазы официально барғаннан кейін, ол уже хабарланған адам болып есептеледі. Хабарланған адам болып есептелгеннен кейін, оның сыртынан қарай береді. Енді жарайды, учаскелік полиция инспекторлерін түсіндік. Енді мен қаңтарма, білмеймін, былтырдан бері ма қақсап жүрмін ғой, естіпедіңіз мына жақта прокурор көмекшісі. Мына жол бойынша, мектепке баратын жол бойынша. Айтып жүргенімді естігесіз ба? Көргесіз, я? Сол бойынша сіздер бір іс-қимыл жасадыңыздар ма, шара қолдандыңыздар ма? Біз бұл бойынша хат жібергенбіз әкімшілікке. Мақажановқа, я? Осындай шыққан публикация бар. Сізде мүмкіндік бар ма прокуратурада мына жерден адам жүретін жол ма, машина жүретін жол ма анықтай аласыздар ма? Мүмкіндіктеріңіз бар ма? Оны хат жазып анықтауға болады. Мүмкіндіктеріңіз бар ғой, я? Бұған жауапты жол бөлім болғаннан кейін оған сұрауға болады. Бұл қандай жол? Қай жолға жататын? Бұл жаяу жүретін жол ма, көлік жүретін жол ма? Енді прокурордың көмекшісі келіңізші мына жаққа. Бақырам. Мына жерде бөлінбеген, я, адам жүретін жол және машина жүретін жол сияқты бөлініп тұрған жоқ, я? Бір жол, я, бір. Ашық болып тұр ғой бұл жерде. Жоқ, түсініп тұрмын ғой, тротуар, бордюр ештеңе жоқ болып тұр ғой. Мына суды көріп тұрмыз бәріміз, я? Соқырда көрген шығар, мен қанша рет түсірдім. Ектап қанша уақытта хабар бере аласыз маған? Не бойынша? Мына жер тротуар бар ма, бордюр бар ма, машина жүретін жол ма, адам жүретін жол ма? Ол бойынша біз
ертең иә Кентау қаласының әкімдігінің жолаушылар бөліміне хат жазамыз. дәулетшиевке Дәулетшиевке. иә Содан кейін сізге хабар бер деп сол жерде көрсетеміз. жақсы Содан кейін Қанша олар уақыт сізге өтеді жазбаша соған? түрде хабарлайды. Олар қанша уақытта қарайтын белгіленген жақсы мерзімде қарап береді. сол Содан кейін өтінішіңізге қосып мынаны да қосыңыз жүріңіз мына алдымызда Сейфуллин көшесі иә мына қыз кетіп бара жатқан жер тротуар иә мына машинаның бәрі қай жақтан кірді айтасыз ба мен көрген жоқпын, айта алмаймын. көрген жоқсыз ба мына жақта машина жүретін жол бар ма жанымызда Мына жақтан келетін жол болмаса басқа жол, мына жағынан келетін жол болмаса басқа жол кетіп жол жоқ иә Иә. мына жерде іздер тұр иә машиналардың менде камерада бар осы жерде ана жерде бордюр солай жату керек па мына жақтан машина негізі тротуарда жүре алмайды иә мен білуімше Иә. жүре алмайды иә мынаны кесіп өтуіне құқықтары бар ма жоқ па Тротуар болса. тротуар мына тротуар ғой иә Енді бұл адамдар кетіп бара анықтау керек қой, неге? тротуар ма бірінші анықтап аламыз дейсіз ғой жақсы тротуар Жолаушылар болса бөлімінен анықтау керек. иә Тротуар ма бұл? тротуар жол ма бұл? болса сулпак мына жерге болса, онда ол бұл жерден заезд істеу керек официально. иә сол жасалмай міне қазір сулпактың алдындағы көліктерді көріп тұрмыз осыларға шара қолдана аласыздар ма қолдана алмайсыздар ма Егер ол дәл осы жерден кірген болса, иә онда қолданады ол шара. менде Тротуардың камерада бар иә Тротуардың үстінен оны біз шара қолданбаймыз, оған полиция қолданады. түсіндім ғой соны сіз қолыңызға ала аласыз ба Мен ертең айтып тұрмын ғой сізге. Мына мәселе бойынша әкімшілікке, иә сіздің тротуар бойынша, жүк Иә. жүрген бойынша. иә Сіздің видеоңыз дәлелі бар болса, иә полиция шағымыңызды бересіз. Біз айтамыз осында полицияның сіз енді публикация жасайсыз ғой қазір, Иә. дұрыс па? қаңтар Публикация бойынша шара көрдік береміз біз сол. қаңтарда наурызда мен осы жерден тұрып түсіргенмін машиналардың өтетін мен қазір өзімізге міне машина келе жатыр Тұрып келе жатыр. көрейік қайдан өтетін иә сіз көрмедім деп тұрсыз ғой қазір көзіңізбен көріңіз Түсіріңіз, пожалуйста. бұл мына жаңағы Көлбаев Сейтмұрат қой жоқ Көлбаев елбасы Сейтмұратұлы көрейік қандай шара қолданатын иә полицияның есі келді мына ғимараттың мынау егер тротуар болған болса менің видеоларымда машиналар сулпакқа келіп тұрақтаған болса сулпак заңсыз тұрақ ұйымдастырған болып тұрады ғой Сулпак заңсыз тұрақ ұйымдастырған болмайды. кім болады Сулпак бұл жерде өзі арендада отырған адам ғой бұл. Қалай заңсыз ұйымдастырады? мынау қазір кімге келіп тұр мына машиналар Жоқ, енді бұл міне Түсіріңіз, бұл қазір видео публикация жасайсыз, ертең Иә. полиция ол береді. болды мына тротуар екені анықталғаннан кейін шара қолданады дейсіз ғой жақсы енді мына мәселе бойынша келейік қазір учаскелік инспектор келіп тұр ғой шақырған адамыңыз білесіздер иә бейне және аудио жазылым жүріп жатқан екен басынан бастап ескерткенмін келіп тұр ғой адамыңыз Маған қандай сұрағыңыз бар? сізге жаңағы осы Сейфуллиннан бері қарай жүретін ба жүрмейтін ба анықтап беру қайталап берейін ба әлде есіңізде сақталды ма Мен сізге бағанда бәрін түсіндіріп айттым, ол видео записі. қайталамай ақ қояйын иә Қайталамай ақ қояйын, болды иә, оны жақсы басқа сұрақ жоқ Жақсы, сау болыңыз. сау болыңыз енді қазір учаскелік инспектор мына ғимаратты салып сулпак негізі бұл жерде жалға алып отыр да сол ғимаратты салған нысан салған адам келіп тұр соған қандай шара қолданатынын көрейік қазір так машина от алды бір жаққа кететін сияқты сіздер кетейін деп жатсыздар ма екеуіңіз де от алып тұрғанға тротуарды баспа жаңа соны айтып жатты деді ма айналып кетті ма болмай қалды ма бірақ түсіріп қойған ғой осының алдында так инспектор қайда кетті екен жаңа естідік қоя кетіп бара жатсыздар ма десем жоқ осында дегеннен инспектор Нексимен кетті мына жақтан келген ғой енді жарайды есі мына жақпен кетіп бара жатыр енді бұл жақтағы мәселелер түсінікті учаскелік инспекторлер мен құлағынан теуіп жеріп бір жаққа кетіп бара жатыр яссауидің бойында қазір мен енді
полиция департаментіне барып күтейін қандай шара қолданды немесе қолданбады анықтайтын боламыз. Сен живой көрдім ғой. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Молодец, ана. Рахмет. Кентау халқына қызмет істеп жүрген жалғыз сен. Рахмет. Молодец, мына жұмысың өте дұрыс. Рахмет. Қазір 1 минутта болсайым, иә? Молодец. Осындай кемшілік түсірмесең істемейді ғой. Иә, Кемшіліктерді көрсете беру. барып айтсаң жасамайды. Жасамай. Өз түсіріліп, арттар ашылып, масқара болғаннан кейін ғана қозғалады. Дұрыс. Рахмет. Қаңтарда ма ұмытып тұрмын. Осы қыстың күні келіп айтқан мына оқушылар жүрсінші мына жақта адам сияқты балшық болмасыншы, батпақ баспасыншы деп. Сол орындалды ма, орындалмады ма? Келіп тексеріп тұрмын қазір. Өйткені қыстың күні асфальт салмайды деді. Жарайды. Көктем 3 ай өтті. Жаздың 3 ай өтті, күздің 3-ші айы бітіп жатыр. Енді қайттан қыс болады ғой, мүмкін салып қойған шығар 9 айда деген. Көп те емес мына жерден бір 30 метр асфальт қой, 30 метр. Соны салды ма, салмады ма? Маслихат жұмыс істеді ма, әкімдік жұмыс істеді ма? Немесе мына ғимараттың иесі ұялып тұрғындарға қолайсыз жағдай жасамайын деп, жайлы жағдай жасайын деп жасады ма десем, жасамаған. Соған қарным ашып жатыр да, оған келсем, бұны келсем, ар жақта тұрғындар айтып жатыр, мектепке қарай жол лай деді. Оны да түсірдім, су ағып жатыр тетістен, былтырдан бері ағып жатыр дейді. Жаңа көрдіңіздер, дәлел бар. Ана жылу құбырлары су жүріп жатқан, қапталмаған. Сөзім жоқ. Байланысқа шығамыз, полиция департаментіне барайық, учаскелік инспекторлерді іздеп. Жаңа осында тұрамыз деген естіңіздер ғой, бір 3-4 минут бұрын. Байланыста боламыз. Тағы да қайырлы кеш, 19:15 қазір полиция департаментіне келіп тұрмын. Қалалық жаңағы учаскелік инспекторды естіңіз ғой. Осында тұрамыз деді та, жоқ болып кеткен жайлы. Қайырлы кеш, кезекші Жамбыл Шекербекұлы рахматулла, бейне және аудио жазып жүруде. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Түсінбедім. Болды. Маған Сулпак жақта учаскелік инспекторлер қайда екенін анықтап беріңізші. Қуамаша ойнап жатырмыз ба, инспектор? Кетпеймін, осы жерде тұрамын деп алып, не қып кетіп қалыңдар? Мен сендерді департаментке келдім ма десем, арттарыңнан барам. Байланысқа шығамыз. Кеш қайырлы болсын. 19:29. Машиналар тұр ғой. Ама бетпердем тағып алайын, ә? Опа. Майор, сіз кетпеймін деп едіңіз ғой жаққа. Ау? Сіз сол жерде тұрам дедіңіз ғой, не үшін от алдыңыздар деп сұрадым ғой. Сіз білесіз, мен бағанадан бері түсірдім. Иә, мен де ескеріп тұрмын, видео және аудио жазылым жүруде. Жамбыл Шекербекұлы рахматулла. Сіз түсіп атқаныңызға 2 сағат болды. Енді не болып жатыр? Хаттама сізге көрсетейін. Мен камера түсірмей ақ қойын, иә? Түсірмей ақ қойыңыз, мен хаттама нөмірі. Қағаз жүзінде сізге. Жақсы, мен болды. Бір просто достоверный сенің міне түсініктемесін алдым. Жақсы, дата 25-11-21 жыл. Иә. Міне хаттама. Так, 25-11-19-20, қазір 19-30 болды. Так, не дейді бұл жақта? Қайда? АЕК деген қайда? Бұл андай үлкен бет оқи алмасаңыз ғой. Түсіндім. Инспектор Мұсамедиев, құқық бұзушылық. Ел басы ма, ел босы ма? Ел басы ғой негізі, бірақтан жарайды, иә. Қоя саласыз ба? Көлбаев Елбосы Сейтмуратович. Жақсы, болды. Толтырылған болып тұр ғой? Иә, толтырылған. Жарайды онда. Тағы да жүздесетін боламыз. Қазір енді хаттама толтырылыпты, бірақ 10 күннің ішінде келісіп тұр екен хаттамамен, иә, заң бұзушылық бар деп. Бірақ та өзінің пікірін өзгертіп, қайттан сотқа беру мүмкіндігі бар. Бірақ сіздер ол жақта шынымен бұзылғандығы, заңның бұзылғандығы түсіріп бәрін көрдіңіздер ғой, көз жеткіздіңіздер ғой. Иә, менде де бар, сіздерде де бар, иә? Болды. Жақсы онда, сау болыңыздар. Хаттама толтырылған. Түсініктеме жазып берген неден түсті. Болды, жақсы. Сау болыңыздар.
Жақсы, мәселе осындай. Енді қаланың кәсіпкерлеріне айтам аңа. Абдуали, Ержан ба? Жаңағы елбасы немесе елбасы документте елбасы деп тұр екен. Сондайларға айтам, заң бәрімізге, маған, сізге, мына учаскелік инспекторге бәрімізге бір. Заңды ешкім таптамау керек. Бақылаушы мен өзім халықтың атынан шығып соң бақылап жүрмін. Мүмкіндігім келгенше өтініш заң аясында жұмыс істейікші бәріміз. Ешкімнің өміріне қауіп келтірмеңіздер. Үлкен бетондар адамның үстіне өтіп бара жатқанда құлайтын болса, кім біледі ол? Кофтан алынған білем, ол кемінде 60 жыл тұрған, ортасынан бөлініп кетіп қалуы да мүмкін. О жақта арматура жоқ, мынандай алтылық сымдар шіріп кеткен. Оны қоюға да болмайды, негізіне келетін болсақ. Пайдалануға болмайтын бетон ол. Адам өмірі ең маңызды. Заң бәрімізге бір. Жанбол Шекербекұлы, рахметулла, байланыста боламыз.